Ассалаумағалейкум, құрметті достар, QGL TV YouTube арнасында баспен ойна шығарылымның кезекті шығарылымы. Чанган и Астана Моторс поддерживают юношеский футбол в Казахстане. Переходи по ссылке в профиле и приобретай автомобиль по самой выгодной цене. Бүгін бізге қонаққа Қайсар U18 командасының футболшылары келді. Ендеше көп сөз бай, бүгінгі шығарылымды бастайық. Менің есімім Шарабадин Данияр, мен Киберкап турнирынан екінші орын алдым. Менің есімім Қатанбай Санжар, я играю в футбол ради девушек. Менің есімім Естерек Әділет, және мен екі көзін сетіп бірде адамдар түсінбеймін. Жігіттер, қош келдіңдер. Данияр, Санжар, Әділет, жалпы баспен ойна бағдарламасының алдыңғы шығарылымдарын қарадыңдар ма? Иә. Сол себептен футболдық алаңда дос болсаңдар, өмірде дос болсаңдар, бүгінгі бағдарламада әрбіреуін өз үшін жауап беру керек. Көмектеспейміз, мұқият сұрақтарды тыңдаймыз, және де біздің бірінші турды, активация турын біз бастаймыз. Активация турының ережесі өте оңай. Әрбір футболшыға 5-5 сұрақтан қойылады. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, 2 ұпай еншіңізде. Егер дұрыс жауап бермесеңіздер, басқа қарсыластар жай ғана жауап беруі мүмкін, бірақ ол дұрыс жауапқа біз ұпай бермейміз. Жалпы қазір өздерінің ішіне таңдаңыздар, бірінші болып, екінші болып, үшінші болып кім сұрақтарға жауап береді? Әлде осы тұрып Данияр бірінші? Ендеше дайын болсаңыздар, жігіттер, біз бастаймыз. Бірінші тур активация. Данияр, өзіне сұрақ, қай химиялық элемент планета құрметіне аталған? 10 секунд ойламау уақыт бар. Уран. Соңғы жауабың осы ма? Иә. Дұрыс. Бұл уран, міне тамаша. Данияр тек қана алаңда емес, және алаңнан тыс бүгінгі бәйгеде де бірінші орын алғысы келіп тұрған сияқты. Жалпы Данияр, сенің өміріндегі ең сәтсіз ойын қандай, кіммен болды? Кеше ойын. Ондай список өте көп. Ол список өте расширенный. Кешегі ойын соның қатарына қосылды. Астанадан ұтылдыңдар, онда 0-7 ме? Иә. Қалай ойлайсың, жігіттер, жалпы Санжар не жетпей қалды кешегі ойында? Кеше ойында командаға бірлік жетіспеді, бірімізге қолдау жетіспеді. До конца ойнауымыз керек еді, ерінбей. Әділет, ойыннан кейін раздевалкада бір-біріне сөйлестіңдер ғой енді. Қандай шешімге келдіңдер, жалпы қандай ой қорытынды жасадыңдар кешегі ойыннан кейін? Осы ойынды ұмытып, тек қана өзімізге тәжірибе алып деп ойладым. Тамаша. Келесі сұрақ Санжар өзіне қойылады, тек қана асықпай 10 секундым бар, ойлан, адамда неше хромосома бар? Қыздарды енді жақсы көреді екенсің. 66. Тағы бір мүмкіндік берейік, 3 секундым бар, адамда неше хромосома бар? Номерін сұраған жоқ. Сұраған жоқ, иә? Тағы 33. Сенде нешінші өмір алаңда? 66. Содан бірден жауап берген екенсің. Жауап қабылданды, және өкінішке орай жауап дұрыс емес, адамда 46 хромосома бар. Оны Әділет біліп тұр екен, енді Әділет өзінің сұрағына жауап бересің бе, соны көрейік. Электр шамын алғаш ойлап тапқан адам кім? Эдисон ба? Эдисон. Томас Эдисон. Тамаша, міне Данияр мен Әділет бір-бір сұрақтан жауап берді. Енді Санжар қосу керек, әлі 4 сұрақтан бар, сондықтан барлығы өзгеруді мүмкін. Данияр, екінші сұрақ өзіне, қай құс артқа қарай ұша алады? Калибри. Калибри енді жалпы қандай құс? Ең кішкентай құс. Тамаша, Данияр. Жалпы мектепте қалай оқасың? Красный аттестат. Красный аттестат? Көрініп тұр. Санжар, жауап беру керек еді осы сұраққа. Александр Белл деген азамат бар болған бұл өмірде. Және сол азамат не ойлап тапты? Александр Белл. Александр Белл. Қыздарға байланысты сұрақ қойын, саған бүкіл сұрақ қыздарға байланысты келіп отыр. Қыздарға байланысты зат. Енді бұрын біздер енді жас болған кезде міндетті түрде кафеге қыздарға келіп, әңгімелесіп, ал қазір енді жастарға бәрі оңай, келесінде номерін сұрай саласында кетіп қаласың. Номер. Номер ол? Телефон. Телефон, тамаша. Александр Белл деген азамат телефон ойлап тапқан екен. Кеттік, Әділет, екінші сұрақ өзіне. Қағаз алғаш қай елде ойлап табылды?
Қытайда шығар? Қытай, КНР, тамаша. Керемет. Міне осындай бір қиын емес сұрақтар бар, сондықтан жігіттер асықпай, футбол полядағы секілді ғой, қарап, жан-жақпен, бірінші касаниемен қабылдап, екіншісімен беріп дегендей. Үшінші сұрақ кетті, Данияр. Әзірше бүкіл сұраққа жауап бердің. Абай жолы шығармасын жазған қазақ жазушысы кім? Абай жолы. Абай десе, Абай. Қазақ әдебиеті сұрағы бұл. Өте қиын сұрақ. Негізі өте оңай сұрақ. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов, тамаша. Керемет. Санжар өзіне 90 градустан кіші бұрыш қалай аталады? Жалпы күшті сұрақтар келіп отыр екен. 90 градустан кіші бұрыш. Геометрия, математика қалайсың жалпы? 0. 0 ма? Өткір бұрыш деп аталады. Өткір бұрыш. Қолдап қой, Санжарды. Тамаша, барлығы настрой, барлығы жақсы. Алдыда барлығы жақсы болады. Әділет, кеттік өзіне сұрақ. 1 килограммда неше грамм бар? Мың. Жақсы оны. Данияр мен әділет өте керемет келе жатыр. Төртінші сұрақ. Жиналайық. Қай құрлық толығымен оңтүстік жарты шарда орналасқан, Данияр? Қай құрлық? Қай құрлық толығымен оңтүстік жарты шарда орналасқан? Австралия. Бір ғана құрлық бар, және ол Австралия. Данияр, браво. Кеттік, Санжар, кезек өзінде. Лувр мұражайы қай қалада орналасқан? Кете берем. Лувр мұражайы. Лувр. Атақты Мона Лиза деген суреттер сол жақта бар. Ол жақта, жалпы сен қай клубтың жанкүйерісің? Қайсар. Жоқ, Қайсардан бөлек европалық. Реал Мадрид. Реал Мадрид па? Ал Реал Мадрид биыл кімнен ұтылды? PSG қай қаладан? Франция. Лувр қайда орналасқан? Францияда. Қай қаласында? Парижде. Санжарды дәл осылай негізгі құрамға бапкерлері сүйрейді екен деген секілді. Кеттік, Әділет, 4-ші сұрақ. Қай ел күншығыс ел деп аталады? Асықпа, ойлан, қалуға болмайды, Данияр алға шығып кетті. Маған кілең Қытай келіп отыр ма? Мүмкін, күншығыс елі. Қай жерде күн ең бірінші шығады? Қабылдасаңызшы. Сол Қытай ғой енді. Қай жерде жалпы күн ең шығады? Біздің елімізде күн қай жерден ең бірінші болып шығып? Шығыстан шығады. Сол енді ең шығыс мемлекет. Бізде қандай? Дагансыз ғой, Қытай. Қытай емес, бұл Жапония. Қалай көмектесті ма? Қалай көмектесті. Кеттік, Данияр, 5 бірдей пенальтиді қатарынан орындайтын керемет мүмкіндік. Бұл сұраққа жауап берсен, адам тыныс алғанда қандай газ шығарады? Көмірқышқыл газын шығарады. Не істейсің бұл? Тамаша, 5-ін 5 бәріне жауап берді, Данияр, молодец. Санжар, кеттік. Ақш туында неше жұлдыз бар? Жалпы ақш туында жұлдыз, әрбір жұлдыз бұл штат. Бізде облыс секілді ғой. 12? Жоқ, бізде 12. Жоқ, 12-ден көпті. Ақш туында неше? Сенің номерінде бір алып тастасам, бір 10 шақты сондай шығады жобамен. 10 шақтысын алыпсыз да? Енді бәрін айта алмаймын, енді математика күшті екен білеміз. 50 міне, тамаша. Кеттік, Әділет өзіне соңғы сұрақ. Кемпір қосақтың алғашқы 3 түсі қандай? Сен білуің керексің. Кемпір қосақтың алғашқы 3 түсі қандай? Қызыл, сары, жасыл ма? Және соңғысы, тағы бір мүмкіндік берейік. Қызыл, сары және соға ұқсас екеуінің арасында сборная Нидерланды. Оранжевый ма? Қызғылт сары. Қабылдаймыз да, жігіттер? Қабылдай онда. Өткен Санжарға ертең айтасыңдар, көмектесу, бізге көмектесу. Енді, құрметті көрермендер, активация ширату туры аяқталды. Бізде қорытынды бар екен, және бірінші орында бізде Данияр 5 сұрақтың біріне барлығына жауап берген. Ендеше 10 ұпай Данияр Шарабадинде. Екінші орында Естерек Әділет. Әділет тек бір сұраққа жауап бермеген екен. Енді Жапонияны мұқият біліп, зерттеп жүреді. Әділетте 8 ұпай.
Және де Санжар әзірше ең соңғы орында. Жалпы Санжар, сен биыл маусымда неше гол соқтың? 0. 0. Әділ? Осы сезон салған жоқпын. Осы сезон көп гол салдым 0. 0. Бай, клейн күшкілерін жіберіпсіздер ғой, қайсар футбол клубы. Ендеше Санжарда 6 ұпай. Енді қошаметтеп қойық, араларын тым қатты алшақтап кеткен жоқсыздар, өйткені әрі бірнеше тур бар, сол турларда соңғы орындағы Санжар бірінші орынға шығып кетуі мүмкін. Ендеше құрметті көрермендер, біз екінші айналымға көшеміз. Penalti a favor del Real Madrid. Құрметті көрермендер, бізде екінші тур VAR деп аталады. Әдеттегідей біз мониторды қолданамыз, жігіттерге аудио, видео және сурет көрсетеміз, және кім бірінші болып ысқырып жауап береді, сол жігітке, сол футболшыға біз 2 ұпай беретін боламыз. Ендеше жігіттер мұқият болыңыздар. Жалпы жаңағы айтып кеттім, Реал Мадрид, сенің ең үздік клубың. Жігіттер сіздер қандай клуб? Менікі Барселона. Барселона. Классик ортада тұр екенсің ғой. Ендеше бүгін Мбаппе, Беллингемнің жаңағы фанаттары жеңіп кету үшін Санжардың жігіттердің айласын асырып бірінші орын алуым керек. Бүкіл Реал Мадридтер, қала Мадридтер саған қарап тұр. Кет, жігіттер, ендеше бірінші экранға назар аударамыз. Дайын болыңыздар, кім бірінші сұрады, сол жауап береді. Бірінші сурет бұл футболшы, 2 футболшы. Еттік, Данияр. Кай Хаверс пен Джек Грилиш. Дұрыс, тамаша, Кай Хаверс пен Джек Грилиш. 2 ұпай Даниярдың еншісінде кетіп отыр. Үздік футболшы сен үшін кім? Лионель Месси. Лионель Месси. Түсінікті, Барселона сіздікі. Тоже Лионель Месси сіздікі, онда Криштиану Роналду. Бұл жерде енді тамаша логика. Екінші фотосурет немесе видео. Көрейік. Бұл қай футболшы? Кеттік, Санжар. Лэмпорт. Фрэнк Лэмпорт. Жалпы Санжар, сен жасың 18 емес, сен жасың 28-38 емес. Фрэнк Лэмпорт көбісі біле бермейді жастарын қазір, бірақ енді сен өте тамаша таптың. Және 2 ұпай біз Санжардың еншісіне жаздық. Келесі фотосурет немесе Ну и дела. 3-2. Какая игра? Кіммен ойын ба? соны дейсің. Что если вы выбрали другое времяпрепровождение? Қай матч екен айтыңыз. Если вы променяли этот матч на свидание? Енді сұрақ, бұл қай футбол ойыны? Кеттік, Әділет, сен бірінші. ПСЖ мен Баварияның ойыны. Лига чемпионов. Дұрыс, тамаша? Дұрыс па? Дұрыс, тамаша. 3-2 шап. 3-2, бұл жерде керемет ойын болды. Жалпы сендер енді біздеміз ғой, кежелік ойындары YouTube'да көп көрсетіледі, өздерінің ойындарын қарайсыңдар ма? Иә. Анализ жасап, әжде бүйту керек еді, әжде сөйту керек еді деп. Түрде. Сол 1000 просмотрдың бір 10 шақты сіздерге шығар қарайтындарыңыз. Кеттік. Келесі фото сурет бұл қай футболшы? Данияр. Мемфис Депай. Мемфис Депай, бұл нидерландылық футболшы. Жалпы өзінің бағын дұрыс аша алмады деп ойлаймын. Манчестер Юнайтедке ауысты, одан кейін алды Манчестер Юнайтедтен кейін оның карьерасы быт-шыт болып тасталған етіп. Жоқ, Барселонада жақсы ойнаған. Барселона бәрі жақсы ойнады. Келесі фотосурет. Бұл кімнің жазбасы қалдырған? Әлеуметтік желіде қалдырған жазба 2015 жылы керемет матч болған, лайк жинаған көріп отырсыздар, 68 000 лайк. 2015 болатын болса, Сендердің клубтарына байланысты. Барселона мен ПСЖ-ның кезіндегі емес па? Жоқ, Барселона мен Реал матчынан кейін. Барселона мен Реал матчынан кейін бұл твит жарияланды әлеуметтік желіге. Және бұл твиттің авторы кім? Азаматша. Фабрицер. Кімнің есімінде Е деген артында бар? Ең соңында. Ең соңында ма еще? Сол кезде кім ойнаған? Араларында қорғаушы бар ма? Бар. Сол кісілер білу керек. Арғанда не аламыз сіздерге? Подсказка. Сонымен жауап жігіттер бар ма?
сықыру керек. Әділет. Пике. Иә, бұл Жерар Пике, әрине. Барселона кезекті жеңісінен кейін Жерар Пике әлеуметтік желіде осылай қалдырып қойыпты. Данияр, Санжар, Әділет екінші турның ойындары бізде екінші айналымның сұрақтары аяқталды. Бұл айналымда екі футболшы 4 ұпайын жинаған, ол Данияр және Әділет. Санжарда тек 2 ұпай. Санжар қосылу керек. Қазір бірінші орында біз екі турның қорытындысы бойынша Данияр тұр 14 ұпай, екінші орында Әділет 12 ұпай және Санжарда 8 ұпай. Келесі үшінші айналымда 4-4-4 деп аталады. Сол айналымда Санжар сен тіпті алға шығып кетуін мүмкін. Өйткені бұл айналымда, құрметті көрермендер, әрбір ұяшыққа, әрбір ұпайға байланысты футболшылар өзінің сұрақтарын таңдайды. Егер 4 деген ұяшық таңдап жауап берсе 4 ұпай беріледі. Егер 1 деген ұяшық таңдасаңыздар, жауап берсеңіздер 1 деген ұпай беріледі. Бірақ естеріңізге сала кетейін. 4-3-2-1 деген бұл жай сұрақтар ғана емес. 1 деген ең оңай сұрақ, 4 деген ең қиын сұрақ. Сол кезден стратегиялық тұрғыдан мұқият болыңыздар. Ендеше бұл турда мен Данияр, Әділет, Санжарға бірінші болып таңдау кезегін берейік, өйткені Санжар қазір көш соңында. Санжар, ұлттық құрамалар, QJ лига, мен кіммін және клубтар деген ұяшықтардың қайсысын таңдайсың? Клубтар. Клубтар неше? 2. Клубтар 2. ПСЖ футбол клубының 17 футболшысын 17 футболшысын 30 секунд ішінде. Қазіргі уақытта ма или тарихында кім ойнап кеткен? Бастай беремін бе? Қазір бастаймыз. Дайын болсам бастаймыз. Тарихында ойнап кеткен Паулета, Витинья, Рамос, Навас, Мбаппе, Неймар, Месси, Тиаго Сильва, Ареола, Менди, Павар. енді 7. 30 секунд өрген сияқты ма мен? Қазір. Сау төмеш. Сау төмеш. Месси болды, Месси айттым. Дембеле. Болды, уақыт. 11 футболшыны айттым. Бұл жақта Кварацхелия, Қазіргі. Брайан Руис, Мендеш. Сондай жігіттер бар. Көрдіңіз, жігіттер, клубтар деген танысаңыздар, осындай сұрақтар келеді екен. Қолдау білдіріп қойып Санжарға. Жақсы. Керемет. Келесі Әділет таңдау кезегі өзінде. Ұлттық құрамалар, QJ лига, клубтар және мен кіммін деген ұяшықтың қайсысын таңдайсың? Клубтар 4. Қатты кеттің. Клубтар 4. Бенфиканың 10 футболшысын 30 секунд ішінде атаңыз. Уақыт Бенфика. кетті. Кет может? Джо Фелиш, Рубен Деш, тағым бар. Ди Мария, Әзірше үшеу. Ди Мария, Атаменди, тағым бар. Подсказка ты жоқ. Подсказка берсеңіз 30 секунд барлық кетіп қалады. Болды, уақыт өтті. 30 секунд ішінде Бенфика 4 футболшыны атап өттің. Кете береді ғой, Аймар дегендер бар, Сейтаридис, Дарвин, Руй Кошта, Актер Коглу дегендер кете береді. Ендеше бірінші Данияр, сенің кезегін қай ұяшықты, қай санды таңдайсың? Клубтар бітірек. Клубтар 3. Клубтар 3. Кет, бұл жерде саған Аякс футбол клубының 13 футболшыны атау керек, негізі ойлануға болады. 30 секунд, уақыт кетті. Йохан Кройф, Златан Ибрагимович, Райан Гравенберг, Де Йонг, Мазрауи, Зiyech, Ван де Бек, Де Лихт, Енді бесеу. Бергуис, Бробби, Тадич, Так. Люк Де Йонг. Луис Суарес ойнады ма? Бар, Луис Суарес. Тамаша.
Алдаша қоймады ма төртінші? Аякстың 13 футболшысын атап кетті. Райан және ішінде Златан Ибрагимовичті қосып кетуге болады. Негізі Онана бар, Делик, бәрін айттым ғой, кетті. 3 ұпай беріледі. Данияр 17 ұпай жинады. Ендеше Санжар саған келесі 2 сұрақтың екеуіне де жауап беру керек және максималды ұяшықты таңда. Өйткені бұл жерде әрбір футболшыға 3 сұрақтан қойыламыз. Кеттік. Санжар. Вабанк бар, Вабанк. Төрттерді ал. Мен кіммін? Бір. Атын кім деймін? Ұлттық құрамалар 4. Ұлттық құрамалар 4. Кеттік. Ендеше сұрақ. Қай құрама әлем чемпионатын ешқашан жеңбеген, бірақ финалға 3 рет шыққан? Қай құрама әлем чемпионатын мүлде жеңбеген, бірақ 3 рет финалға шығып тұлған? Германиядан ұтылған, Испаниядан ұтылған. Үшіншісін білмеймін. Ойлану керек. Әлем чемпионаты. Соңғы сен көрген әлем чемпионаты бар ішінде негізі. 5 секунд. Англия. Англия 66 жыл тұтқан. Өзінің жерінде Тофик Бахрамовтың көмегі бар. 3, 2, 1 жауап. Бұл қай құрама? Италия. Италия Италия бұл Хорватия сияқты. Африкада алғаш рет өткізген чемпионат, әлем чемпионаты болды. ЮАРда сол жерде Робен 1-1 шықты, Касилес құтқарды, соңында Иньеста гол соғып, Нидерланды құрамасы тағы да 2-ші орын алып қалды. Бұл Голландия, Нидерланды. Қуанба, Данияр, қуанба, сен кезегінде келеді. Әділет, сенің кезегін. Клубтар, мен кіммін, күйжелігі, жалпы ешкім таңдамай өзі. Күйжелігі, оңай сұрақтар бар ішінде деп, замануха істеп жүрсетші. Ұлттық құрамалар. Мен кіммін? 2. Мен кіммін? 2. Маған АПЛ-де матчты құтқару қажет болғанда жүгінеді. Норвегиялықпын. Манчестерде көп жыл ойнадым, кейін сол клубтың бапкері болдым. Мен кіммін? Манчестерде. Норвегия. Маған АПЛ-де матчты құтқару қажет болғанда жүгінеді. Демек, Нападающий. нападающий немесе заменадан шығады. Керек кезде, команда ұтылып отқан кезде. Норвегиялықпын дейді өзі. Манчестерде көп жыл ойнадым дейді. Холланд деп ойласан, бірақ ол клубтың бапкері болдым. Болады әсіресе бапкер емес. Ендеше басқа норвегиялық атақты Англия чемпионатында ойнаған, Чемпиондар лигасында Бавария қақпасына гол соққан. Неге тартпай тұрсыңдар? Чемпиондар лигасында Бавария қақпасына гол соққан. Кім айтады ғой бұны? Человек, дьявол с лицом младенца деп айтады көбісі. Нидерланд беді? Норвегия. Норвегия. 3 секунд жауап. Мақыл Сульшер. Бұл Сульшер емес, бұл Сольскияр, Оле Гуннар Сульшер. Дұрыс. Комментаторлар айтады ғой, Сульшер деп қалай айтасыңдар деп. Дұрыс, Оле Гуннар Сульшер, бұл тамаша бапкер және айтпақшы Холландтың да мөлде де бапкер болған осы Сульшер. Кеттік, ендеше Данияр, айтпақшы бізде Әділет 2 ұпай өз еншісіне жазып отыр. Данияр. Кюджи Лига 2. Кюджи Лига 2. 2024 жылғы маусымда қай клуб 2-ші орын алды? U18-де. Барлығы U18 сұрақтары. Ордабасы. 2024 жыл маусымда 2-ші орын кім алды? Ордабасы. Ордабасы. Шымкенттік клуб бұл маусымда өкінішке орай 2-ші орын алды және біздің бағымызға орай Данияр бұл сұраққа жауап берді. Ендеше Данияр Қазақстан премьер-лигасында Ордабасы сапында ойнауы мүмкін деген инсайтты айта кетейін. Жалпы Қазақстан премьер-лигасына Қайсардың ойынынан бөлек кімге жанкүйерсіздер? Кімнің қазір футболын айтсыздерге? Қайраттың. Қайсардан бөлек. Санжар? Ақтөбе. Ақтөбе. Әділет? Осы жыл Оқжетпес жақсы ойнап отыр. Оқжетпес жақсы ойнады. Жалпы Қайсарда өте жақсы ойнап отыр, 11 қазір. Бір легионер жоқ. Жалпы өте тамаша ойын. Ғани Мұратбаев стадионда тіпті ұтылмай теңесіп фавориттермен өзі қандай тамаша ойын көрсету үстінде. Сондықтан Алла қаласа жақын арада сіздер де өзінің туған клубтың қатарына
жаңа Қызылорда аренада дебют жасап, тамаша голдар. Бүкіл голдар соғылмаған, осы маусымда сол проф карьераларында соғылсын. Кеттік жігіттер, енді соңғы айналымнан, соңғы бір сұрақтан. Санжар, не белгі етеді? Күджи Лига 3. Күджи Лига 3. Лиганың барлық маусымдағы ең үздік бомбардирі кім? Барлық маусымдағы голдар салған. Орынбасар. Кім? Дәулет Орынбасар. Дәулет Орынбасар, тамаша, міне, айтты ғой, бағадан бері Күджи Лиганы таңдау керек еді. Мен кіммін деп, ұлттық құрамалар деп шайып кеттіңдер. Кеттік, Әділет. Сатпаевты айтатын. Күджи Лиганы аяқтаймыз ба? Күджи Лига бар. Күджи Лига Бірі бар, төрті бар. Шарабадинтік жетіп алған сияқты. Сізге негізі сол финалға шығу үшін екінші орын алу керек кемінде. Санжардан асып кету керек. Ана жылыстан 5 деген бар артында. Әділет? Күджи Лига 4. О, Күджи Лига 4. Кеттік, 2025 жылғы маусымда қанша команда ойнайды? Клуб емес, нақты командалар саны. Бұл презентацияларда барлық жерде айтылған. Бүкіл лигада 18, 17, 18Б. Сборный саналы ма? Сана, е? Нақты командалар саны. Сборный. 12, 13, 20, Қыздарды ұмытпа. Қыздарды бөлек саналып жүр, по-любому көп қой. Барлығы бірге. Үш возрасттың да қосу керек па? Барлығы. Иә, 12, 24, 48, 46. 3 секунд. 2025 жылғы маусымда қанша команда ойнайды? 77. Номер 77 ма? 77 Шарабадин. Запомните этот номер 77, Әділет, бірақ дұрыс емес. Бұл 54. Дұрыс жауабы 54. Осы Санжар осындай таңдау көріп қой, Күджи 4 қойшы. бәрін жауап көріп жүрсің. Кеттік, Данияр, соңғы кезек өзінде клубтар, сосын Күджи Лига, мен кіммін және ұлттық құрамалар. Шеуді. 12, 13, 36. Қыздар 8, балуан. Данияр, таңда. Мен кіммін 4. Мен кіммін 4. Вабанк. Премьер-лига тарихында ең жас гол авторы болдым. Алғашқы голымды Англияның ең мықты клубтарының біріне соқтым. Бобби Чарлтонның асып түстім клуб пен құраманың үздік сұрмергенімін. Ливерпульде туып өссем де, Манчестер Юнайтедтің аңызымын және мен кіммін? Ол Уэйн Руни. Харри Кейн емес, Уэйн Руни, тамаша. 4 ұпай алынды. Данияр ең соңғы сұраққа дұрыс жауап берді. Осылайша, құрметті көрермендер, бізде 3-ші тур аяқталды. 4 турдың қорытындысы бойынша, жалпы осы 3 турдың қорытындысы бойынша өкінішке орай біз бір ойыншымен қош айтсамыз және осы турдың нәтижелеріне көз сала кетейік. Құрметті көрермендер, осы турда ең көп ұпай жинаған әдеттегідей Шарабадин Данияр 9 ұпай. Санжар екінші орында 3 ұпай және Әділетте 2 ұпай. Өкінішке орай Санжар жалпы осы ойында 3 тур қорытындысы бойынша 11 ұпай жинадың және финалдық ойынға жолдама ала алмадың, өйткені сенен 3 ұпай жинаған. Әділет екінші орында, ал бізде Даниярда 23 ұпай. Ендеше Санжар сенің ойынша бүгінгі текетіресте кім ұтады сенің ойынша? Данияр сияқты. Енді соңғы қыздарға айтатын сөз. Бүгін бағдарлама шақырғаныңызға рахмет. Бәрі өте қызық болды. Өте жоғары деңгейде. Шақырғаныңызға рахмет. Саған да сәттілік, Санжар, мұнайма 10-0 есебі бұл. Сенің өміріндегі бүгінгі жеңіліс ең бір соңы болсын. Тек каналға біз сенен жақсы ойындар күтеміз. Ендеше Санжарды дуғыл шапалақпен шығарып. Давай. Ана біреуіне де шақ берейін.
Құрметті көрермендер, бізде финал баспен ойына бүгін біз Қайсар U18 футбол клубының ең білімді футболшыны анықтайтын боламыз. Оның біреуі Шарабадин Данияр немесе Естерек Әділет болуы мүмкін. Екі жігіттің арасында 9 ұпай, бірақ финалдық сұрақта барлығы жоққа шығып төңкерілуі мүмкін. Ендеше жігіттер финалдық ойынның Ферги таймның ережесі өте оңай. Қазір сіздер алдын ала қанша ұпай сарапқа салынатынын жазып кетесіздер. Егер сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, сол ұпай сіздерге қосылады. Егер дұрыс жауап бермесеңіздер, сол ұпай сіздің қорытынды ұпайлардан шегеріледі. Дұрыс мұқият стратегия құрайық. Ендеше сіздерге 30 секунд ұпайларыңызды планшетке жазып біздің көрермендерге көрсетсеңіздер болады. Ендеше уақыт кетті. Жазыңыздар, ойланып. 23 ұпай Даниярда, ал Әділетте 14 ұпай. Жігіттерінде дайын болсаңыздар, көрсетейік қанша ұпай. Данияр, Әділет. Даниярда 6, ал Әділетте 14. Әділет саған бұл сұраққа жауап беру керек. Егер жауап бермесең, өкінішке орай ұтылдым дей берең. Бұрынғы шығарымдарды қарасаңыздар, біз міндетті түрде сол футболшының туған клубы жайында сұрақтар қоятын боламыз. Ендеше бүгін сіздерге Қайсар футбол клубы туралы сұрақ. Мұқият болыңыздар. Финалдық ойын баспен ойна Шарабадин Данияр және Естерек Әділет. Кім ұтады бұл сұраққа байланысты? Қайсар клубы УЕФА Европа лигасында алғаш қай маусымда ойнады және бірінші айналымдағы қарсыласы қай команда болды? Жазасыздар, 1 минут беріледі ойлануға. Қайсар клубы УЕФА Европа лигасында алғаш қай маусымда, қай жылы ойнады және алғашқы қарсыласы қай команда болды? Маусымды жазу кету керек және де сол қарсыласының атын жазу керек. Ендеше уақыт кетті. Құрметті көрермендер, айтпақшы сіздер білсеңіздер, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып және келіп кетіңіздер. Жылын тауып команданы таппасақ саналмайды. Үйге айтасыздар. Барлығын бірге табу керек. Жылын табу керек, команданы табу керек. Полигон табу керек қой. Сізге полигон табу керек. Ал Данияр сізге Әділеттің қателігін күту керек. Примерно жаза салайын. Қандай команда болуы мүмкін? Негізі бүкіл балдар жауап берді, астықым бізде болды. Атырау болды да, Тараз, Каспий. Барлық жауап берді сразу. Осы сұрақ. Жаба сал ғой. Тарихты білу. Тарихты білу. Вариант өзгертем. Кіммен ойнауым? Ол ойында барыңыздар, болбой болды деген. Өз барым жүрді. Қатымен кіші. Ендеше жігіттер уақыт өтті. Данияр, Әділет, жалпы Еврокубок ойындарын қарайтын шығасыздар. Қазақстандық командалар биыл біздің 4 команда қатысады. Қайсар сол маусымда қатысты. Және бірінші болып Данияр, сіздің жауабыңызды көрейік. 2020 Динамо. Динамо қай Динамо? Көп Динамо болғасы Динамо дейшім. Қабылданды және Әділет сенің кезегің, сенің жауабың? 2019 жыл. Шериф деген команда келді ойнаған болды. Шериф, неге Молдова команда ма? Негізі Данияр дұрыс жауап берді. 2020 жылы, 2021 жылы келген бұл қарсылас. Бұл бізде Кипрлық Апоэл командасы. Ойын Қайсардың алтын әріппе қалатын ойын еді. Ендеше Даниярда, Әділетте бұл сұраққа дұрыс жауап бермеді. 14 ұпай Әділет өкінішке орай сізде 0, ал Данияр бүгінгі ойынның жеңімпазы Шарабадин Данияр Қайсар футбол клубының ең білімді футболшысы. Ду шапалақ. Жігіттердің шеберлігі ғана емес, білімділігі шыңдалатын баспен ойына шығарылымның кезекті саны аяқталды. Бүгін біз Қайсар футбол клубының ең білімді ойыншысын анықтадық. Бұл Шарабадин Данияр. Данияр біздің ала қаласа финалдық ойынға жолдама алдын. Жалпы сен сияқты краш жігіт болушы не істеу керек? Туылу керек.
Тамаша. Әділет, саған да көп рахмет. Біздің бағдарламаға келіп, бақ сынағанына. Енді біз көріп отырмыздай, біздің Күйжелигадағы әрбір футболшының тек қана алаңдағы керемет ойын емес, осындай білімділігі екеуі сай болған кезде біздің футболымыз, Күйжелига футболы алға қарай дамитынына сенеміз. Жігіттер, келесі ойындарға сәттілік, тамаша голдар тілейміз. Қайсар футбол клубы жасай берсін. Айтар сөздеріңіз болса? Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға, осындай ұйымдастырып жатқан Күйжелигаға мыңда бір алғыс. Осындай түрлі проекттер істеп, Күйжелиганы қызық қылып. Сіздерге рахмет, сіздерге де жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет, осындай жұмыстарыңызға мыңда бір алғыс. Және де достар, сіздерге осы Күйжелига ТВ арнасынан тіркеліп лайк бастыңыздар. Міндетті түрде. Рахмет, жігіттер.